Сатай батыр. Жау шебін 3 рет жарып өткен ақ боз атты батыр. 18 ғасыр. Қазақ даласы. Жетісу өңірі. Жоңғар шапқыншылығы әлі де тоқтамаған ауыр кезең. Бір шайқаста қазақ қолы күші басым жаудың қысымына төтеп бере алмай, кейін шегіне бастайды. Дәл сол сәтте ешкім күтпеген оқиға болды. Ақбоз ат мінген бір батыр жаудың қақ ортасына жалғыз өзі қойып кетті. Бір рет, екінші рет, үшінші рет. Соңғы шабуылда жоңғардың атақты қолбасшысын найзамен аттан құлатып, жаудың шебін тас-талқан етті. Қазақ сарбаздарының рухы қайта оянып, шайқастың тағдыры өзгерді. Бұл ер кім еді? Ол Суан елінің даңқты перзенті Сатай батыр болатын. Бүгін біз қазақ тарихында есімі Райымбек, Бөлек, Бағай батырлармен қатар аталғанымен көпшілікке онша таныла қоймаған Сатай батырдың өмір жолына үңілеміз. Ол тек қайсар жауынгер ғана емес, әділ би, айлакер қолбасшы және ел тағдырын бәрінен де биік қоятын ерекше тұлға еді. 18 ғасыр қазақ халқы үшін ең ауыр кезеңдердің бірі болды. Жоңғар шапқыншылығы елдің берекесін кетіріп, мыңдаған отбасы туған жерін тастап көшуге мәжбүр болды. Қазақ даласының әр өңірінде азаттық үшін кескілескен шайқастар жүріп жатты. Осындай сын сағатта ел қорғаған батырлардың бірі Суан тайпасынан шыққан Сатай Аққабақ ұлы еді. Әкесі Аққабақ та өз заманында батыр, әрі елге сөзі жүрген би болған. Сондықтан Сатай жастайынан ел басқарудың да, ерлік жасаудың да үлгісін көріп өсті. Ел аузындағы әңгімелерде қанжығалы қайқы батыр Аққабақтың тұңғыш ұлы дүниеге келгенде өзінің қасиетті тас шоқпарын сыйға қалдырғаны айтылады. Алайда оны кейін Сатай иеленіп, жастайынан қолынан тастамай жүрген екен. Бұл оның ерлікке ерте дайындалғанын білдіретін халық жадындағы қызықты деректердің бірі. Жас кезінен ақ Сатай өзгелерден ерекше болды. Ол қасына аз ғана сарбаз ұстайтын. Қайқы қылышы мен қысқа найзасын жанынан тастамайтын. Жауға бет-бе-бет шабуыл жасаудан бұрын олардың жоспарын біліп алуға тырысатын. Тыңшыларды қолға түсіріп, қарсы жақтың әрекетін алдын ала болжап отырған. Сондықтан оның көптеген жеңісі тек батырлығымен емес, ақылымен де келген еді. Сатай батырдың тағы бір ерекшелігі оның өмір салты болатын. Ел аузындағы деректерге қарағанда ол үнемі ақ түсті киім киген, ақ боз ат мінген, ақ қалпақ киген, ақ қамшы ұстаған. Тіпті үйге кіргенде қамшысын босағаға іліп кіретін болған. Бұл сол шаңыраққа деген құрметтің белгісі саналатын. Бай мен кедейді бөліп жармай, қарапайым халықтың мұңын тыңдап, әділ шешім шығарғандықтан ел арасында беделі өте жоғары болған. Алайда Сатайдың есімін тарихта қалдырған ең басты қасиеті оның шайқастағы ерлігі еді. Жетісуды азат ету жолындағы ұрыстардың бірінде Албанның атақты Хангелді батыры бастаған қазақ жасағы ауыр жағдайға тап болады. Күші басым жау қазақ сарбаздарын шегінуге мәжбүрлейді. Дәл осы кезде ақбоз ат мінген Сатай батыр суырылып алға шығады. Ол жаудың қалың қолына жалғыз өзі тұтқиылдан шабуыл жасайды. Бірінші рет шепті бұзып өтеді. Қайта айналып келеді. Екінші рет тағы жарып өтеді.
Ал үшінші шабуылда жоңғардың бас батырын найзамен аттан түсіреді. Қолбасшысынан айырылған жау әскері абыржып, шебі бұзылады. Осы сәтті пайдаланған қазақ сарбаздары қарсы шабуылға шығып, шайқастың тағдырын өз пайдасына шешеді. Бұл оқиға ел аузында Сатай батырдың ең үлкен ерліктерінің бірі ретінде сақталып қалған. Кейін Сатай батыр Райымбек, Бөлек, Бағай сияқты атақты батырлармен бірге Жетісу жерін азат ету жорықтарына қатысады. Тарихи деректерде олардың Тоқта мен Барлық өңірін жаудан тазарту жолындағы шайқастарда қатар соғысқаны айтылады. Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз романында осы жорықтарға қатысты мәліметтер кездеседі. Бұл Сатайдың тек аңыз кейіпкері емес, тарихи оқиғаларда аты аталған тұлға екенін көрсетеді. Жау толық жеңілгеннен кейін Сатай біраз уақыт Барлық өңірінде қалады. Сол жерде шаңырақ көтеріп, отбасын құрады. Алайда тағдыр оған ұзақ ғұмыр сыйламады. Шамамен 1768 жылы 60-қа таяған шағында дүниеден өтеді. Ел аузындағы деректер бойынша ұлы Жетім Қозы әкесі өмірден өткеннен кейін дүниеге келген екен. Сондықтан нәрестеге Жетім Қозы деген ат қойылған. Сатай батырдың ұрпақтары Жетісудың әр өңіріне тарады. Олар ата-бабасының рухын ұмытқан жоқ. Бүгінгі күнге дейін бәйге мен көкпарда Сатай деп ұрандайтын ұрпақтары бар. Жаркент өңіріндегі Сарыбелде батырға еңселі ескерткіш орнатылып, мектепке есімі берілді. Бұл елдің өз батырына деген құрметінің белгісі. Қазақ тарихында ерлігі аңызға айналған талай батыр бар. Олардың кейбірінің есімі халық жадында мәңгі сақталса, енді бірінің ерлігі уақыт өте көмескі тарта бастады. Сатай батыр сондай тұлғалардың бірі. Ол ақылымен де, батырлығымен де туған жерін қорғап, Жетісудың азаттығы жолында өмірін ат үстінде өткізді. Бүгін біз оның есімін тағы бір мәрте еске алдық. Өйткені елін қорғаған ердің аты ешқашан ұмытылмауы тиіс.